Ассаламу алейкум құрметті YouTube көрермендері, сіздермен бірге Clashers. Бүгінгі видеода біз осы 20 күні болған обнова жайында не өзгерді, сол жайында айтатын боламыз. Мінекей событияға кіріп қарайтын болсақ, жаңалықтар көріп тұрық, не өзгерді екен. Кішігірім ғана өзгеріс. Бұл обновада ең бірінші Варденнің ойлау қабілеті жақсарған екен, логикасын дұрыстапты. Енді ол Пекка мен дракондардың артынан ілесіп кетпейді екен. Ол деген менің ойымша енді дракондар 2-3 болса, соның артынан еріп кетпейді деген сөз інде бағып тұрмын енді. Солай болар деп үміттенейік. Ал екінші, бізде сингл инфернаны өзгерткен екен. То есть ол 100 уроннан ары қарай 2250-ге дейін баратын болса, қазіргі кезде 93 уроннан 2250 урон жасайтын болады. Ал үшінші өзгеріс ол бізде супер бомбер. Супер бомбердің радиусы 2-ден 1-6-ға өзгерген екен. Енді ол 2 клетка урон жасай алмайды, тек 1-6 ғана клеткаға урон жасайды. Бұл енді көру керек, бұны қандай болады екен. Сонымен қатар скелетон спелді 7-ші левел скелет спелін 16 скелет шығатын болса, ал қазіргі сәтте 17 скелет шығатын болады. Және де айта кететін жайт, осы обнованың арқасында бүкіл повторлар, атакаға жасалған повторлар ешқайсысы көрсетілмейді. Өкінішке орай бүгінге осы. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Қош, сау, саламатта болайық.